Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен бүгін тәбет ашатын осындай кәрістің фунчоза салатын дайындаймыз. Көпшіліктің көңілінен шыққан бұл салат түрін мен ұсынған рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ендеше кеттік. Ең алдымен фунчозаның қамырын дайындап аламыз. Мен осындай түрін алдым. Фунчозаны ыдысқа салып, үстіне қайнап тұрған суды құйып, 10 минутқа қойып қоямыз. Осылай бетін жауып қалдырамыз. Енді етін қуырып дайындап аламыз. Етті ұзыншалап турап, осылай майға қуырып аламыз. Дәміне қарай тұзын саламыз. Және үстіне 2 тісше сарымсақ және 1 шай қасық паприка салып жібердім. Барлығын жақсылап қуырып аламыз. Қызарып 5 минуттай қуырылғаннан кейін үстіне кішкене ғана су құйып, газдың отын бәсеңдетеміз. Содан соң 10-15 минуттай дайын болғанша пісіріп аламыз. Енді піскен қамырымыздың үстіне осылай майдалап, ұзыншалап туралған қиярды, болгар бұрышын және піскен етімізді саламыз. Майдалап туралған аскөкті және жұмсақ жерін алып тастап, қызанақты осылай саламыз. Фунчозамыздың соусын дайындаймыз. Ыдысымызға майдалап туралған сарымсағымызды, ащы қызыл бұрышымызды және болгар бұрышын саламыз. Үстіне 1 шай қасық осындай паприка саламыз. 2 шай қасық шекер қосамыз. Бізге қайнап тұрған ыстық май қажет болады. Осындай сұйық майды үстіне құйып жібереміз. Барлығын жақсылап араластырып, үстіне соя соусын қосамыз. Енді осы дайын соусымызды салаттың үстіне қосып, барлығын араластырып, 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Сол кезде салатымыздың дәмі кіріп, өте тәбет ашатын дәмді болып шығады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Егер менің каналым ұнап жатса, подписка батырмасын басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.